Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары? Қазақ тілі пәні 125 сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз және оның құрамын қайталау. Қайырлы күн деп айтамыз, түсте бірге қайтамыз, отбасының гүліміз, бірге өтер күніміз. Айналаға алақанмен жылылықты шашайық, сәттілік тілеп күлімдеп, біз сабақты бастайық. Оқулықпен жұмыс. Оқулығымыздың 105-106 беттерін ашып отырайық, балалар. Егемен елдің әрбір азаматы құрметтеуге және ерекше мақтаныш етуге тиісті ұлттық рәміздер туралы бірер сөз. Қазақ елінің мемлекеттік туы қабылданбас бұрын оның 600-ден астам нұсқасы ұсынылған еді. Соның ішінде суретші Шәкен Ниязбектің туындысы ең үздік деп танылды. Ел аспанында еркін қалықтаған сол ту бүгінгі берекелі тіршілігіміздің бет бейнесіндей. Бір күні түс көрдім. Түсімде Бурабай көлінің жағасында тұр екенмін. Бір уақытта көлге қарасам, көлдің бетінде аққулар малтып жүр. Бір уақытта бір аққу тік екі қанатын көтеріп, көкке көтеріліп. Сосын қарасам, екі қанатының арасында табаннан, бұл табаннанды қайда бара жатыр деп таңғалып тұрғанда, бір уақытта табананым күннің көзін айналып кетті. Ойбай, мына табаннан десем, мына күннің көзі екен ғой деп. Өте қатты сәуле түскесін көзімді жауып, енді қайтын ашсам, әлгі күннің көзі дегенім шаңырақ қайналды. Алаш жұртының мемлекеттік елтаңбасы да осындай асқақ рухпен биік талғамның жемісі, оны қастерлеу және мағынасын түсіну азат елдің әрбір азаматының парызы. Бұл ән шырқалғанда еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін кеудесіне қолын қояды, жүзін шаттық кернейді, көкіректе ерекше мақтаныш сезімі ұялайды. 26 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Ел таңбамен ту туралы аңыз. Ендеше балалар бірге отырып, мәтінді түсініп оқиық. Сонау ерте заманда бүгінгі қазақ елінің төрінде ай мүйізді аққу қанатты қос пырақ өмір сүріпті. Сол қос пырақтың мінген ерлер дүниені шарлапты. Көп уақыт өткен соң, отан оттан дастық деп олар туған еліне қайтып оралыпты. Сонда қос пырақтың алдынан қылқиған қыран шығыпты. Я, не көрдіңдер, не түйдіңдер депті. Сонда қос пырақ: көргенімізді айтсақ, көп сөз, түйгенімізді айтсақ, әркімнің өз жері жұмсақ екені депті. Туған жер, тұғырың, туған ел, қыдырың деп қостаныпты қыран. Шаңырағымызды өз еліміздің төріне тігуге бел байладық дейді қос пырақ. Онда алдарыңнан жарылқасын, шаңырағымыз биік болсын дейді қыран. Сонда қос пырақ тұрып, тауып айттың қыран, ынтымақ түбі игілік дейді. Сол игіліктің арқасында Қазақстан атты елдің мәңгілік рәмізіне айналсақ, біз үшін бақыт емес пе? Онда бақытымыз баянды болсын. Міне, қысқаша түйіп айтсақ, еліміздің ел таңбасымен туы осылай пайда болыпты. Балалар, мәтінді барлығымыз оқып болдық, я? Енді мәтін мәзмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып, осы мәтін арқылы бізге не айтқысы келді деп ойлайсыңдар, балалар? Мәтінде қандай нақыл сөздер бар екен? Ендеше сол нақыл сөздерді дәптерімізге теріп жазайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Отан оттан дастық. Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың, ынтымақ түбі игілік деген нақыл сөздер бар екен. Ендеше осы нақыл сөздерді дәптерімізге жазып алайық. Қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талда деген екен. Қарамен берілген сөздер заманда, ерлер, игіліктің, мәңгілік. Енді заманда дегенде түбірі заман, да деген балалар не болады? Дұрыс айтасыңдар. Жалғау болады. Ерлер, түбірі ер, лер деген жалғау.
Игіліктің түбірі игілік, игіл. Игі түбірі лік деген жұрнақ, тің деген жалғау. Мәңгілік түбірі мәңгі, лік деген бізде не екен балалар? Жұрнақ екен, балалар? Жарайсыңдар. 27-ші жаттауға назар аударайық. Өлеңді көркем жаз. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар, көлге бай. Жамбыл Жабаев. Ендеше балалар, өлеңді көркемдеп дәптерімізге жазып алайық. Балалар, 28-ші жаттауға назар аударайық. Сөздерді оқы, түбірін тап. Бірлік, суат, желсіз, білім, сауатты, кішілік, балалық, көрме, ақылды, ойыншық, темірші. Балалар, енді осы сөздердің түбірін табақшы. Бір, дұрыс айтасыңдар. Су, жел, біл, сауат, кіші, бала, көр, ақыл, ойын, темір. Яғни жұрнақ жалғанған кезде оның сөздің мағынасы не істеп кетеді балалар? Өзгеріп кетеді. Ендеше жұрнақтар сөз мағынасын қалай өзгертетінін түсіндіре қояйық. Балалар, 29-ші жаттығу сөздерді сөз құрамына талдап кестеге түсір. Оқулығымызды қарап отырсақ, бізде кесте берілген. Ендеше жүзгішті, көлшік, достықпен, мектепте деген сөздерді сөз құрамына талдап кестеге түсіре қояйық. Мысалы, сөз жүзгішті, түбірі жүз, жұрнақ гіш, жалғау ті, ары қарай көлшік, достықпен, мектепте деген сөздерді дәл осылай орындаймыз. Үйге тапсырма. 30-шы жаттығу. 107-ші бет. Жарайсыңдар балалар. Бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар.